Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бүгін өтетін әріпіміз біздің та әріпі. Бұл біздің екінші тұмыз, яғни өткен келе жатқан екінші тұмыз та. Біздің өткен сабағымызда өткен тә әріпіміз ол жай ғана жіңішке ғана дыбысталатын тә болатын. Ол тәні айтқан кезде тіл ұшы үстіңгі тістің артына жай ғана тиіп тә деп дыбысталатын. Фатқамыз ә болып дыбысталатын. Енді бүгінгі өтетін тамыз бұл та, жуан та. Та. Бұл та әрпін айтқан кезде біздің өтейін деп жатқан екінші тамыз. Бұл та әрпін дыбыстағанда тіл ұшы үстіңгі тіске ұрылып жуан айтылады. Та боп. Фатқамыз а боп дыбысталады. Ә болмайды. Та. Та, той, ту. Та, той, ту. Жазылу барысында, енді жазылуын көрсетейік та әрпінің. Жазылу барысында 4 көріністе жазады та әрпі. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Та. Қараңыз, бірінші мынандай несін саласыз, дөңгелегін, та әрпінің. Таяқ биіктігі 1,5 клетка болады. Алиф, ләм, кафтердің биіктіктер сияқты бұл да та әрпінің биіктігі 1,5 клетка биіктікте созылады. Қысқа қылмаңыздар, өте ұзын қылмаңыздар. Та. Не, көрдіңіздер ме? Та. Бұлай жазылады негізі. Та. Не. Та. Та. 1,5 клетка. Та. Тә демеңіздер. Та болады. Фатқамыз енді а болып дыбысталады. Та. Өйткені бұл жуан дыбысталатын та әрпі. Та әрпін айтқанда тіл ұшы үстіңгі тістің артына ұрылып жуан айтылады. Ұрылып. Тип емес, ұрылып. Күшпен ұрылып. Та әрпін айтқанда тіл ұшы үстіңгі тістің артына ұрылып жуан дыбысталады. Жуан дыбысталады немесе айтылады десе де болады. Та әрпі 4 көріністе жазылады. Та. Тә емес, та. Та әрпі 4 көріністе. 4 көріністе жазылады. 4 көріністе жазылады. Жеке тұрғанда та. Көріңіздер ме? Бірінші дөңгелегін салып алыңыздар неге? Бүйтіп, осылай. Сосын 1,5 клетка таяқшасын салыңыздар. Та. Сөз басында та әрпі өзінен кейінгі әріптермен қосылады. Өйткені бұл 4 көріністе жазылатын әріп. Сөз ортасында өзінен бұрынғы әріптермен қосылып, осылай жазылып кетеді. Таяқшасын сосын салсаңдар болады неге. Одан кейін өзінен бұрынғы әріптермен қосылып жазылып, дөңгелегі олай сөз ортасында. Сөз соңында та әрпі өзінен бұрынғы 4 көрініс әріптермен қосылып, неге осылай болады. Осылай жазылады. Таяқшасы 1,5 клетка. Енді тадан мысал жазатын болсақ, алифтің таяқшасын жазамыз. Та әрпі. Сонда сад әріпі сияқты таның да дыбысталуы қасындағы әріптерге, тұрған әріптерге әсер етеді. Ат. Көрдіңіздер ме? Ат. Биіктігі міне жазылғанда алифтің таяқшасымен бірдей болады. Таның таяқшасының биіктігі. Бірақ қосылмайды, өйткені алифтің таяқшасы 2 көріністе жазылады. Бұлай жазылу керек бұл. Мен бір нені жібердім, дұрыс емес. Бұлай жазылу керек. Одан кейін барып таяқшасы салынады. Грамматика бойынша осылай. Бірінші мына жерін жазасыздар, одан кейін таяқшасын қоясыздар. Грамматикада осылай жазылады. Ут. Қосылайын да. Ут. Тал.
ләмнің де таяқшасы таның таяқшасымен бірдей болу керек. 1,5 клеткада бірдей болу керек. Алиф, ләм, каф, та осылардың таяқшалары 1,5 клетка биіктікте болады. Тай, тай, мынау а болады фаткамыз, тай. Былай жазылады негізінде. Тай, тай. Шат, шат. Жуандығы, мына әріптің дыбысталуының жуандығы қасындағы көршілес әріптерге әсер етеді. Шат, шат. Қат, қат. Көрдіңдер ме? Қат. Фақат. Фақат, фақат. Фақат. Ватан. Ватан, ватан. Талаба, талаба. Тәрәф. Мына жерде тәрәф болып оқылады, мына жерде тараф болып оқылады. Не? Мынау тә. Тәмен келгенде тәрәф болады, мынау тараф болады. Сәбәту. Сәбәту. Мына жерде сәбәту болады. Сәбәту. Мынау сәбәту, сәбәту. Сәбәту, сәбәту, сәбәту. Тістің артына ұрып айтамыз тіл үшін. Сәбәту, жіңішкелеу. Сәбәту, сәбәту. Сәбәту, сәбәту. Енді мұғалім сәнедегі та әрпі мысалын оқиық. Та, та. Та әрпінің дыбысталуы бізде қазақ тілінде ешқандай т дыбысына сәйкес келмейді. Бұл т-ның дыбысталуы өткен бұл жуан. Та, та, той, ту. Та әрпін айтқанда тіл ұшы үстіңгі тістің артына ұрылып жуан айтылады. Та, той, ту. Тал. Жуандығы бұның қасындағы көршілес әріптерге де, бір сөзде тұрған әріптерге де әсер етеді дыбыстарға. Тал, тал, тай, шат, бат, қат, фақат. Ватан, талаб, тараф, тухру, тыфлю, матар. Матлаб, матлаб, мәсқат, мәсқат, мәутин, мәутин, мәрбит, мәрбит, истабара, истабара. Көрдіңдер ме? Истабара, сат, истабара, ястабиру, ястабиру. Истәу тана. Истәу, мына жерде тә. Мына жерде та болады. Истәу тана. Истәу тана. Ястәу тойну. Ястәу тойну. Тәрәф, тараф. Тәрәф, тараф. Сәбәту, сәбәту. Сәбәту, сәбәту. Мүстәтир, мүстәтир. Мынау жуан т, жіңішке т-ны басып кетеді мына жерде. Сол үшін та-ны дыбыстайсыздар. Мүстәтир, мүстәтир. Мүстәтир, мүстәтир. Көрдіңдер ме? Сөздің өзі жуандалып кетеді. Мүстәтир, мүстәтир. Та, ты, ту. Тал, тай, шат, бат, қат, фақат. Ватан, талаб, тараф, тухру, тыфлю, матар, матлаб, мәсқат, мәутин, мәрбит. Табара, табара. Ястабиру, истәу тана, истәу тана. Ястәу тойну, ястәу тойну. Тәрәф, тараф. Сәбәту, сәбәту. Мүстәтир, мүстәтир. Мүстәтир,
мүстәтир. Осы мысалдарды оқып, көбірек жазып, көбірек оқыңыздар.